Қазіргі таңда аудандағы барлық азық-түлік дүкендері штаттық режимде жұмыс жасап жатыр. Дүкендерде қолма-қол және электронды есептесу мүмкіндігі бар. Бірінші сұрыпты бидай ұны 215 теңге, қарақұмық жармасы 560 теңге, күріш 287 теңге. Облыстық берген шектік бағадан 40 қабат бағасы 156 теңгеге жоғары. Азық-түлік дүкендерінің бағаларына аудандық кәсіпкерлік бөлімі тарапынан мониторинг апта сайын жасалып отыр. Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриялық даму басқармасына әлеуметтік маңызы бар 7 түрлі тауардың бағасын қалыпты ұстау бойынша сұраныс хат жіберілді. Дүкен сөрелері барлық азық-түлікке толы.